Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзіңіз туралы қалай ойлайсыз, солай болып қалыптасасыз атты тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ұяң ойлар ұялшақ адам жасайды. Сенімді ойлар сенімді адам жасайды. Мақсатты ойлар мақсатты адамды жасайды. Мықты ойлар мықты адамды жасайды. Әлсіз ойлар әлсіз адамды жасайды. Мейірімділік мейірімді адамды жасайды. Сәтті ойлар табыскер адамды жасайды. Жүзеге аспайтын ойлар өмірге бейімделмеген адамды жасайды. Яғни сіз өзіңізге деген қарым-қатынасты жасау мен сақтау үшін тек сіз ғана жауаптысыз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, сіз өзіңізді қалай барсыз солай қабылдауға міндеттісіз. Өзіңіздің оң қасиеттеріңізді көз алдыңызға елестетіп, не болмаса оны бір параққа тізбектеп жазып, оң қасиеттеріңізді ғана ойлайтын болсаңыз, сіз ары қарай да дамисыз. Өзіңіздің мықты екеніңізді мойындай түсесіз. Сондықтан да достар, өзіңізді қалай барсыз солай қабылдаңыз. Өз-өзіңізді жақсы көріңіз.